Қазақ халқының ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсарин шығармалары балалар үшін үлкен бағаға ие. Ол жастарға ой салатын тәрбиелік мағынасы мол, түрлі қызықты әңгімелерді көп жазған. Мысалы, Ыбырайдың «Мейірімді бала» әңгімесі тәрбиелік мағынаға, отбасындағы мейірімділік пен сыйластықты суреттейді. Бұл сөздерге дәлел ретінде «Мейірімді бала» әңгімесін айтып кетейін. Мейірімді бала. Қытай жорығында ескі заң бар. Біреуді алдағаның үшін қолыңды кесетін екен. Бір төре осындай іспен кінәлі болып, әлгі айтылған жазаны беруге тұрғанда, кінәлі төренің қызы «Әкем үшін жауап беремін» деп айтады екен. Қызды патшаның алдына алып келеді. «Я, патшам, менің әкем жазаға лайық болғаны рас. Сол үшін қолынан айырылуы керек болды. Мінекей патша, әкемнің қолы» деп өз қолын тартады. «Бұл қол менің жазықты болған әкемнің қолы, бірақ мұнымен бала-шағаларын асырай алмайды. Бұйырыңыз, патша, осы нашар қолымен жұмысқа жарап, отбасын асырауға мүмкіндік беріңіз» дейді. Патша қызының әкесіне деген мейірімділігін көріп, төрені бір жолы кешіреді. Осылайша «Мейірімді бала» оқиғасы аяқталады. Міне, Ыбырай атамыздың бұл әңгімесінде адамдық қасиеттерді жақсы сипаттап берген. Бала мен ата-ана арасындағы байланысты көрсетіп, балаға жас кезінен берілген мейірімділік пен махаббатты ерекше көрсете білген. Мұратхан Гүлзат, 7 сыныбынан.